Ағайын, қолыңыз кенет жансызданып қалса, бет қисайып, сөйлеу қиындаса, осындай жағдайды көргенде біз көбіне қысымы көтерілді ме, әлде шаршады ма деп ойлаймыз. Бірақ бұл инсульттің алғашқы белгісі болуы мүмкін. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Инсульт деген не? Бұл миға қан баратын тамырдың кенеттен бітеліп қалуы немесе жарылып кетуі. Сол сәтте миға оттегі, кислород жетпей, жасушалар яғни клеткалар өле бастайды. Негізгі себептері: қан қысымының жоғары болуы, гипертония, қан тамырында холестерин жиналып, бітеліп қалуы, атеросклероз, қан диабеті, темекі шегу, алкоголь, артық салмақ, қимылсыз өмір салты, яғни біздің күнделікті өмірдегі әдеттеріміз инсультке тікелей әсер етеді. Белгілерін есте сақтаңыз. Инсульт кенеттен келетін өте қауіпті ауру. Дәрігерлердің айтуынша, инсульттің кілт сөзі внезапный, яғни күтпеген жерден бір қол немесе аяқ жұмыс істемей қалады. Бет бір жағына қисаяды, сөйлей алмайсыз, немесе сөзіңіз түсініксіз болады. Кенет қатты бас ауырады, айналады, көз бұлдырайды. Бұл белгілерді байқасаңыз, уақыт жоғалтпай дереу жедел жәрдем шақыру қажет. Себебі әр минут мидың жасушаларын сақтап қалу үшін маңызды. Көп адам мұндай белгілерді елемей, шаршадым ғой деп жүре береді. Бірақ инсульт секунд санап өршиді. Әр минут ми жасушасының өмірі. Инсульт болғанын бастапқыда келесі негізгі тәсілдермен анықтайды. FAST әдісі жиі қолданылады. Жымиюды сұрау. Екі қолды көтеруді сұрау. Сөйлем айтуды сұрау. Тез, жедел жәрдем шақыру. 2. Компьютерлік томография. Ми қан құйылуы немесе инфарктты дәл анықтау үшін. 3. Магниттік резонанстық томография. Мидың жұмсақ тіндерін егжей-тегжейлі көруге мүмкіндік береді. 4. Қан қысымын, қантты, жүрек ырғағын тексеру. 5. ЭКГ, қан анализдері. Жүрек қантамыр жүйесінің жай-күйін бағалау үшін. Ең маңыздысы, уақытында медициналық көмекке жүгіну. Алғашқы 3-4 сағат алтын уақыт саналады. Статистика бойынша Қазақстанда жыл сайын мыңдаған адам инсультке шалдығады. Бірақ ерте анықтап, дер кезінде көмек алса, өмір сапасын сақтап қалуға болады. Менің өзімнің талай көрерменім доктор Берік кеңестерінен кейін қысымды өлшеуді әдетке айналдырып, өмірін өзгертті. Сондықтан, құрметті көрермен, денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Қан қысымыңызды уақытылы тексеріп жүріңіз, дұрыс тамақтаныңыз, жылына бір рет толық тексерістен өтіңіз. Ал ең бастысы, инсульттің алғашқы белгілерін білуді ұмытпаңыз. Егер сізге бұл кеңес пайдалы болса, доктор Берік арнасына жазылып, осы ақпаратты достарыңызбен бөлісіңіз. Бір жазылу, бір өмірді сақтап қалуы мүмкін. Ағайын, денсаулық ең үлкен байлық. Бүгінгі кішкентай қадам ертеңгі үлкен бақыттың кепілі. Күніне бір кеңес, жыл бойы денсаулық. Берік болыңыз, бірге болыңыз.